628 жыл наурыздың 13-і, хижреттің 6 жылы, зилқағда айы. Алла елшісі бірде түсінде асхабымен бірге жайбарақат Қағбаны тауап етуге барғанын, қобалжу қорқынышсыз Меккеде алшаң басып жүргендерін көреді. Пайғамбарымыз көрген түсін сахабаларына баяндағанда олар малақайларын аспанға атып қуанады. Өйткені мұхажирлер Меккеден Мәдинаға қоныс аударғалы 6 жыл өткен. Осы уақыт аралығында үлкенді кішілі істер тындырып, үлкен нәтижелерге қол жеткізгенімен отанға деген сағыныш көңіл түкпірлерінен терең орын алған. Туып өскен ата мекеннің топырағын ат басын тірейтін күнді іштей аңсайтын. Күнделікті 5 уақыт намаздағы құбылалары қасиетті мекенді аңсамау сірә мүмкін бе? Сондықтан Алла Расулының сіздер түбінде Қағбадағы харам мешітіне барасыздар деген сөзін көңілдеріне демеу еткен. Пайғамбарымыздың түсінен соң сахабалар құтты бүгін ертең туған жермен қауышатындай күн кешкен. Пайғамбарымыз тағы да Мәдинада Абдулла ибн Үмі Мактумды өкіл етіп қалдырады. Күн дүйсенбі. 1400 мұсылман жолға шығуға даяр. Араларындағы 4 әйелдің бірі Әзірет Мұхаммедтің ақ некелісі Үммі Сәлама. 200 сарбаз атқа мінген. Меккеге омыра кіші қажылық жасау мақсатымен шыққан мұсылмандар қылыштан басқа қару алған жоқ. Қағба жанында құрбан шалуға ниеттенген олар түйелерін айдап жолға шықты. Пайғамбарымыз асхабымен бірге Зул Хулайфа деген жерге жеткенде Әзірет Омар суырылып шығып: «Уа Расулла, сен атарға оғы болмай отырған қауымға қарусыз, атсыз кіргенің қалай болар екен? Қару жарағымызды сайлап шыққанымыз дұрыс болмас па еді? Әлде қалай шайқасып қалып жатсақ?» деп еді. Алла Расулы: «Менің ниетім умра ғибадат орындау, шайқасу үшін жолға шыққам жоқ» деп қаруланбауының себебін тағы да нығарлай көрсетті. Мұсылмандар сонда да қобалжып келе жатқан. Сағд ибн Убада да ішкі қаупін білдірді. «Уа Расулла, қару жарақтарымызды алып шыққан болсақ, олардан күдіктенген сәтте ұрысқа кірісер едік» деді ол. Пайғамбар алдыңғы жауабын бұл жолы да қайталады: «Мен қару алып жүрмеймін, өйткені ниетім тек қана кіші қажылық». Зул Хулайфада мәдиналықтар ихрамға қажылық үшін арнайы ақ киімге оранады. Пайғамбарымыз да сол жерде 5 намазын оқыған соң ихрамын киеді. Құрбандық түйелерге де таңба салынды. Мұсылмандар да қажылық киімдерін киінді. Намаздан кейін пайғамбарымыз құблаға қараған күйі: «Ләббәйік, Аллахума, ләббәйік, иннәл хамду ва нигмата ләка вәл мүлка лә шарика ләк» деді. Осынау киелі сөзден атырап нұрланып сала бергендей сахабаларының толқыныстары да жүздерінен оқылады. Зул Хулайфадан шықпай тұрып, Алла елшісі мүшриктердің жай-күйін біліп, әрі өздерінің келе жатқанын хабардар ету үшін Бүсір ибн Суфаянды Меккеге бақылаушы ретінде жолдады. Бүсір ибн Суфаян Мәдинаға пайғамбарымызбен кездесуге келген еді де Расуланың өтінішімен Меккеге бірге қайтқанды. Мүшриктер пайғамбарымыздың қалың нөпірмен бірге келе жатқанын естіп, қатал шешімге келгенді. Мұхаммед пен оның жолдастарын Меккеге аттап басқызбау шешімін орындау үшін Халид ибн Уалидтің қарамағына 200 атты әскер қосып, жедел түрде Құрраул Хамим деген жерде мұсылмандарды күтіп алуды жоспарлайды. Шайқас шыға қалса, көмек алуды көздеп, Ахабиш тайпасына сый-сияпат беріп әлекке түседі. Мүшриктердің қастандық жоспарын Бүсір ибн Суфаян Расуллаға айтып келеді. Пайғамбар сардары Бүсірдің хабарын естігенде: «Өз обалдары өздеріне, Құрайш өз көрін
өзі қазды. Онсыз да соғыстан құр сүлдері қалып еді. Менімен өзге араб тайпаларының арасына от салмай-ақ қойса қайтер еді. Мені жеңу бар арман мұраттары. Егер Алла мені жеңдіретін болса, өздері де қаласа исламға кірер еді. Бұлай жасамағанына қарағанда ұрысқа бел буған. Құрайш мүшриктері өздерін мықты санайтын болса керек. Уаллахи, Алла мені осы дінді уағыздау үшін жіберді. Осы дін үстем болғанға дейін басым кеудемнен айырылғанша олармен қырқысуға дайынмын, деді. Құрайштардың шайқас әзірлігі пайғамбарды қатты қапаландырды. Бір-біріне қанды кегі бар кісілердің өзі соғысқа, қан төгуге, зұлымдыққа тыйым салынған қасиетті айларда бауырлас ағайындар сынды қағбаны тауап ететін. Мүшриктер бұған кедергі қоймайтын. Пайғамбарымыз бен асхабының қажылық зияратына қарсы шығып шырпысуды ойластыруына жол болсын. Алла елшісінің мүбәрәк ниеті тек қасиетті мекенді зиярат етіп құрбан шалу ғана. Ақ ниетке көлеңке түсірер қақтығысты қаламады. Сол себепті Халид ибн Уалидтің Ғамимде қарсы алдынан арам пиғылмен шығатынын естіген соң дереу асхабына: Халид ибн Уалид атты әскермен бірге Ғамимде аңдып отыр. Шұғыл бағыт өзгерту керек, оңға бұрылыңыздар, деп әмір берді. Халид ибн Уалид мұсылман әскерін ұзақтан көріп санын соғады. Әзірлігі жайынан қалып қалың Құрайшты істің жай-жапсарынан хабардар етеді. Бар жайға қаныққан Алла елшісі әдеттегідей сахабалармен кеңескенді мақұл көрді. Олар Алла және Расулы бәрінен де жақсы біледі. Біз мұнда омыра үшін келдік, шайқасу ойымызда жоқ. Алайда ізгі ниетімізге тосқауыл қойылса, әлбетте қарманбай қалмаспыз, деп пікірлерін ашық айтты. Сахабалардың көзқарасына дән риза болған пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам: олай болса Алланың атымен алға адымдаңдар, деді. Мөминдер асыл мұрат жолында ілгерілей түсті. Парасат пайғамбары Кәсуа атты түйесінің үстінде. Кәсуа Меккенің шекарасына келген бетте шөкті. Сахабалар қанша әйт шөлесе де болмай, жануар бір адым алға баспайды. Шөткен түйені тұрғыза алмайды. Сонда пайғамбарымыз тұрып: Кәсуаның мұндай әдеті жоқ еді, бірақ бір кездері пілді шөктіріп Меккеге кіргізбеген құдірет бүгін Кәсуаға кедергі қойды, деді. Шынында да түйе шөкпегенде мұсылмандар Меккеге кірген бойы Құрайштардың үстінен түсер еді. Сонан соң ұрыс басталмасына кім кепіл? Ал мұсылмандардың қылыштан басқа қаруы жоқ, саны да аз. Ал Құрайштар жан-жақты қаруланғанды былай тұрсын айнала тайпалары жалдап қатарларын толықтырған. Соған қарамастан мұсылмандар бас тартпас еді. Алланың көмегімен жеңуі де мүмкін. Алайда қасиетті мекенде қан төгу Қағбаға деген құрметсіздік. Пайғамбарымызда мұсылмандар да мұндай істі жақтамасы айдан анық. Мәселенің екінші жайы: Меккеде мұсылмандығын жасырып жүрген бірталай адам оларды танымағандықтан өз имандастарына жәбір көрген болар еді. Мұны айтпағанда әлі де болса иман келтірмеген мүшриктер арасынан болашақта Алланың хақ құлдары шығып исламға қызмет етпесіне кім кепіл? Міне Кәсуаның қыңыр мінезі танытып шөгіп қалуында осындай астарлы сырлар жатты. Біраздан соң пайғамбарымыздың айдауымен орнынан тұрған жануар маң-маңдайды жөнелді. Бірақ бұл жолы Құрайштарға қарай емес, бұрылып Худайбия аталатын алаңдағы суы тартылған құдықтың басына барып тоқтады. Пайғамбарымыз мұсылмандардың да сол жерге жайғасуын бұйырды. Худайбиядағы мұсылмандар орналасқан жер сусыз қаңырап қалған. Мұсылмандар дегеннен шөлдің зардабын тартты.
Алла елшісі Мұхаммедтің дәрет алуға ыңғайланып құманын қолға алғанын көрген бірнеше сахаба пайғамбарымызға қарай өңмеңдей жүгірді. Әуелде не болғанын түсінбей қалған пайғамбарымыз «Не болды?» деді. «Уа Расулалла, аңқаумыз кеуіп өліп барамыз. Сенің құманыңдағы басқа ішерге де дәретке де тамшы су жоқ» деді, алқығандарын баса алмай. Алла елшісі қолын құманның үстіне қойып, «Алыңыздар, бисмиллах» деді. Сахабалар аң-таң. Расуланың саусақтарының арасынан шүмектеп аққан суды көргенде аңырап қалған. Әлден уақытта естерін жиып, қанғанша ішіп, дәрет алып, ыдыстарын шөлпілдете толтырып алды. Көп жылдар өткен соң Жәбір ибн Абдулладан «Сонда қанша адам едіңдер?» деп сұрағанда, ол «Егер 100 000 адам болса да, пайғамбарымыздың саусақтарынан аққан су жетер еді. Біз 1500-ге жуық әскер едік» деп жауап берген. Ардақты пайғамбарымыз Худайбияда жайғасқан тұста Хузза тайпасының басшысының бірі Будайл ибн Уарқа бірнеше адаммен Расулаллаға келеді. Тихама аймағын мекендейтін Хуззалар жахилия кезеңінде пайғамбарымыздың руымен хашимдермен одақтасқан. Исламнан кейін де сол келісімді аяқ асты етпей, реті келгенде Алла елшісіне жақтасатын. Хуззалардың қай-қайсы да мұсылманы немесе мүшрігі болсын, Құрайш мүшріктерінің ахуалынан, Меккедегі жағдайдан пайғамбарды құпия құлақтандыратын. Бұл жолы да пайғамбарымызбен жүздескен Будайл Құрайштар сенімен соғысуға ант ішті. Байтулланы зиярат етуге рұқсат бермеуге мықтап бекінді деді. Пайғамбарымыз Меккеге келу мақсатына тағы да тоқтатылды. Біз мұнда соғысуға келмедік. Мақсатымыз умра жасау, Қағбаны тауап ету. Соғыстардан Құрайштың шеккен зияны аз емес. Қалжыратқаны рас. Егер олар қаласа, әлде де ойлануға, екі жақты келісім жасауға мәулет берейін. Белгіленген мерзімде менен қауіп келмесіне сенімді болсын. Басқа халықтармен менің арама кірмесін. Егер мен ол қауымдарды жеңіп, олар исламды қабылдаса, Құрайш мүшриктері де сол қауымдардың қалған дінін мойындағысы келсе, қабылдасын. Ал егер мен басқа тайпаларды жеңе алмасам, онда олардың арманы орындалғаны. Егер Құрайш мүшриктері бұл айтқандарымды қабылдамай, маған қарсы бас көтерер болса, дінім үшін ақтық деміме дейін олармен шайқасуға Алланың атымен ант етемін. Алла да маған көмектеседі. Будайл, мен сенің айтқандарыңды Құрайштарға жеткіземін деп жүріп кетті. Меккеге келіп, Құрайштарға Әзірет Мұхаммедтен хабар әкелгендігін айтқанда, мүшриктер, біз оның хабарын зәру емеспіз, айтқанымыз айтқан, қасыққанымыз қалғанша ол Меккеге кірмейді деді. Мүшриктер осылай дабырласып жатқанда араларынан Урра ибн Масқуд ақылға келіп, сендер неге Будайл мен жолдастарының айтқанына құлақ аспайсыңдар? Алдымен тыңдаңдар, айтқандары ұнаса қабылдарсыңдар, ұнамаса қарсы шығыңдар деп үлкендік танытты. Құрайштар орнын сөзіне тоқтап, Будайлдан Әзірет Мұхаммедтің Меккеге келу мақсатын және өздеріне жолдаған ұсынысын тыңдады. Мұнан соң Руа ибн Махсуд жерлестеріне қарап, шынында да Будайл сіздерге бейбіт келісіммен тура жолды көрсету үшін келіпті. Сіздер Мұхаммедтің ұсыныстарын қабылдаңыздар, менің Мұхаммедпен кездесуіме рұқсат етіңіздер деді. Құрайш мүшриктері, барсаң бар Мұхаммедке, бірақ қайтып келіп, біздің басымызды ауыртушы болма деп Руаның пікірін қоштамағанын сыңай танытты. Руа олардың кекестеріне қарамастан пайғамбарымызға келеді.